Біз 20 жылдан бері қарай қоғамдық бірлестікте жұмыс жасап, азаматтарымыздың денсаулығын бүгінгідегі апаттық жағдайдың алдын алу мақсатында жұмыс жасап келеміз. Мақтаарал ауданында болған төтенше жағдайды естіп, үйде тыныш отыра алмадық. Біріншіден сол күні келіп, сағат 5-6 шамасында Мақтаарал ауданы орталығына келіп, бұл жерде штабқа жолығып, штабта не жұмыс жасау керек екендігі жөнінде, қай жерінен көмектесе алатындығымыз жөнінде ақылдасып, эвакуацияға қатысып, азаматтарымызды сол автобустарға, газельдерге отырғызу жұмыстарымен жұмыс жасадық. Қоғам бүгінде ол мемлекеттік қызмет, мемлекеттік емес деп қоғам белсенділігі онымен шектелмейді. Әр азаматтың өзінің ұстанымы болу керек. Мынау көршіңе көмектес деген бізде сөз бар ғой. Бүгінде ешқандай адам сыртта қалып кетпеу керек апатты жағдайда. Чернобыль апатының не екендігін басымыздан өтіп көргеннен кейінгі кешегі Сарыағаш ауданында болған су тасқынындағы басы-қасында болып, ол үшін ең бірінші мақсат мемлекет көмектеседі. Көмектесіп жатыр, ешкімді естен шығармайды.